Достар, сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін ағылшын тілін нөлден бастап үйрену топтамасы подборкасы бойынша соңғы сабақ. Келесі сабақ уже жоғары уровеньнен басталады. Етістіктің шақтарымен аяқтаймыз деген болатынбыз, және келер шақ қалып қойды. Алдында өткен шақпен осы шақты өттік. Енді бүгін келер шақты түсіндіремін. Жалпы етістіктің шақтары барлық тілдегідей үш шақ бар, иә. Қазіргі, келер шақ және өткен шақ. Және олардың әрқайсысы 4 аспектіге бөлінеді. Simple, қарапайым, continuous, perfect және perfect continuous болады. Біз нөлден бастап үйреніп жатқандарға қарапайым, simple дегеніміз қарапайым жай деген сөз. Жай осы шақтың, жай өткен шақ және жай келер шақты үйренген жеткілікті. Жалпы present simple деген жай осы шақ деген сөз. Past simple жай өткен шақ, future simple жай келер шақты айтамыз. Simple дегеніміз простой деген мағынаны білдіреді. Ал мына present деген осы past өткен, future деген келер деген сөз. Тура аудармасы осылай аударылады. Жалпы келер шақ will деген көмекші етістікпен жасалады. Мынау плюс минус белгісіз дегендер плюс болымды сөйлем, минус болымсыз сөйлем, мынау сұраулы сөйлем. Және short answer дегеніміз қысқа жауап, қысқаша қалай жауап береміз, сол көрсетілген. Will қосылған инфинитив. Инфинитив дегеніміз бұл бізде етістік, яғни will көмекші етістік плюс қасына кез келген етістікті жалғаймыз. Сол кезде бізде жай келер шақ пайда болады. I will play. Мына жердегі will дегеніміз тұр мына жерде, ал инфинитив дегеніміз мынау play деген сөз. I will play. Мен ойнаймын. Ертең ойнаймын, бүрсігүн ойнаймын, бірақ келер шақты білдіріп тұр. I won't play. Мен ойнамаймын. Want дегеніміз will not деген сөздің қысқартпасы. Қазір келесі слайдта көрсетемін. Will you play сұраулы сөйлем болады. Ойнайсың ба деген сөз. Қысқаша жауап yes, I will. Я, мен ойнаймын. No, I won't. Жоқ, мен ойнамаймын деген сөз. Ол етістіктер бір қандай да бір нәрсені болашақта жоспарлаған кезде, не болмаса алда болатын нәрселерді айтқан кезде қолданамыз келер шақты, иә. Subject қосылған will, қосылған verb. V дегеніміз бұл етістік, verb деген сөз. Base form дегеніміз базалық етістік қосыламыз, object. Мысал, I will go to Thailand. Мен Таиландқа барамын. Келер шақ. Болымсыз түрі. I will not go to Thailand. Мен Таиландқа бармаймын. Жаңағы айтқан want деген сөзіміз мынау will not деген сөздің қысқартпа түрі. Will not'ты қысқартып біз want деп айтуымызға болады. Төбесіндегі түр апостроф деп аталады. Сұраулы сөйлемде will сөйлемнің алдына шығып кетеді басына. Will you go to Thailand? Сен Таиландқа барасың ба? Will қосылған subject, қосылған етістік. Түсінікті деген ойдамын. Және келер шақтың мұндай нелер бар. Арнайы слова маркері дейді орысша, яғни келер шақ екенін білдіріп тұратын сөздер бар. The day after tomorrow дегеніміз келесі күні, яғни ертеңнің арғы күні, бүрсі күні. Tonight осы күні түнде. Next week, next дегеніміз келесі деп аударылады. Next week дегеніміз келесі аптада. Next month келесі айда. Next year келесі жылы. In a minute бір минуттан кейін. In an hour бір сағаттан кейін. Soon скоро, later кешірек. Осымен сабақ тамам. Тағы да бір қайталап шығайық, түсінікті болды деген ойдамын. Яғни келер шақ қалай жасалады? Will деген көмекші етістік арқылы жасалады. Will not және сұраулы түрінде will алдыға шығып кетеді. Түк қиындығы жоқ. Мұнда ережелерді және мысалдарды қарасаңыздар түсінікті болады. Мынау слова маркерларды жазып жаттау керек болады. Және де өздеріңізде ізденсеңіздер, слова маркеры будущего времени деп жазсаңыздар, сол да шығады. Осымен бүгінге сабақ тамам. Келер шақ аяқталды. 30 сабақпен аяқтадық. 0-ден бастап үйрену базовый, ең нулевой уровеньді алфавиттен бастап үйреніп шықтық. Келесі сабақтар уже күрделірек сабақтар болады.
олардың кішкене оформлениесі, обложкасы басқа болады. Нулевой уровень цветі қандай, және келесі өсіп жатқан уровеньнің цветі басқаша болады. Мен сіздер шатастырмау үшін ол плейлисттарды бөліп сақтап қоямын. Плейлисттардың ішінен қарап тапсаңыздар болады. Және корей тілінде алфавитін түсіндіріп өткен болатын бұрынғы сабақтарда. Оны алдағы уақыттарда ол сабақтарды жаңартамын, ары қарай сабақ қосамын. Ал әзірге осы. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.